Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке, қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Өмірден өткен жандарды еске алу жақсы амал. Дегенмен көбіміз соны естен шығарып қойып жатамыз. Бұл тақырыпты бастамай тұрып, әуелі есіңізге түсіріңізші. Сіздің жақындарыңыздың, достарыңыздың, жақсы көретін адамдардың арасында қайтыс болғандар бар ма? Менің қаншалаған таныстарым бұл өмірден өтіп кетті. Қайтыс болған адамдар алғашқы күндерде немесе 7-сіне дейін, 40-на дейін, я болмаса 1 жылға дейін есімізде жүруі мүмкін. Бірақ уақыт өте оларды ұмытып жатамыз. Алайда бүгін соларды бір еске түсірейікші. Бүгін сол кісілер үшін бір жақсы амал жасайықшы. Ұмытып кеткеніміз рас қой. Мен сіздің туысыңыздан болған біреуді ұмыттыңыз деп отырған жоқпын. Мәселен, бір марқұм досыңыз бар делік. Сол досыңыз тірісінде ғана боп қалған жоқ па достығыңыз? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Дұға жасап тұрам. Оның жақындарымен ұдайы байланыстамын дерсіз. Дегенмен, бүгін қалтаңнан қаражат шығарып, сол кісілер үшін жоқ-жітіктерді тамақтандырғаныңыз жөн болар еді. Әке-шешеңізден біреу немесе әйелің қайтыс болған болса, сол кісілерге арнап Құран хатым етіп шығыңыз. Садақа тарқатыңыз. Сауабы тиеді. Елден жырақта жүргенде Саид ибн Убада деген сахабаның анасы қайтыс болады. Сонда ол пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп, «Уа Алланың елшісі, мен сыртта жүргенде анам қайтыс болыпты. Енді оның атынан садақа берсем, оған сауап тие ме?» деп сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Я» деді. Сонда Саид, Алла оған разы болсын, олай болса сізді куә қыламын, анамның атынан бау-бақшамды Алла жолында садақаға беремін деді. Қайтыс болған бір туысыңыз үшін қажылыққа барсаңыз да болады. Жасаған қажылығыңның сауабы сол кісілерге жазылады. Алланың мейірімімен марқұмға берген сауапты сізге де беруі мүмкін. Марқұмның қарызын өтеу де оған пайда береді. Өйткені аталған қарыз марқұмның мойнынан түсіп, ол жеңілдеп қалады. Яғни қарызының төленуімен оның қабірдегі жағдайы жақсарады. Кез келген ісіңіздің сауабын марқұмға тарту етсеңіз тиеді. Яғни бір кісі жақсы іс істеп, оның сауабын марқұмға бағыштаса, сауабы тиеді. Негізі ізгі амалдың сауабы оның істеген адамға тиесілі атына жазылады. Өзіне тиесілі мал мүлкінен марқұмның атынан садақа бергені секілді, егер жақсылығының сауабын да марқұм болған кісіге арнаса, Алла қаласа, ол қабыл болады. Мұнысымен ізгі ісінің сауабынан өзі де құр қалмайды. Бүгін достарыңызды жинап, өмірден өткен досыңыздың атынан бір жақсылық жасаңыздар. Адамдардың табиғаты сондай. Егер біреу қайтыс болса, соны ұмытып кетеді. Алла сақтасын. Кім біледі? Ол кісінің қабірі тар, тозақтың ыстығын сезіп жатқан шығар. Тірлігінде жасаған жақсы амалдары да аз болуы мүмкін. Сенің ол кісіге арнап жасаған амалыңнан кейін қабірі кеңейіп, нұрға бөленуі мүмкін. Бір адам әр қашан қайтыс болған адамдар үшін күнде дұға жасап, түнде тұрып намаз оқиды екен. Бір күні түнде ұйқысы қысып, түнгі намазға тұра алмай қалады. Сол түні ол қайтыс болған таныстарынан бір адамды түсінде көреді. Ол оған, сен неге түнгі намазға тұрмадың? Неге біздің қабірімізді нұрға бөлемедің? Деген екен. Біз білмейміз.
қайтыс болып кеткен адамдар үшін жақсылықтарымыздың қаншалықты оларға пайдасы тиіп жатқанын. Менің сізге берер кеңесім, өзіңіздің жақсы көрген, бірақ қайтыс болып кеткен адамыңызды еске түсіріңіз. Сондай-ақ сол кісі үшін қандай жақсы амал жасай аласыз, соны жасаңыз. Сенің жасаған жақсы амалыңның қарымтасын Алла тағала тек қана жақсылықпен қайтаратын болады. Алла тағаланың сіздерге есендігі мен амандығы болсын.